Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 30 минуттың ішінде өте дәмді Корей халқының көкси сорпасын дайындаймыз. Ең алдымен біз табаға май құйып, ұзынша әрі ұсақтау етіліп туралған сиыр етін қуырамыз. Суы кішкене сарқылғаннан кейін тұз, бұрыш, сарымсақ және пияз салып араластырамыз. Содан соң 2 ас қасық соя тұздығын құямыз. Жақсылап араластырып, шамамен 150 граммдай су құйып, оттың астын баяулатып жарты сағат бұқтырамыз. Ет дайын болам дегенше біз салатты дайындаймыз. Ол үшін бізге ұсақтап, ұзынша етіп туралған 40 қабат қажет. Оған кішкене тұз салып, мұжғылаймыз. Содан соң туралған қияр, қызанақ, кинза, тұз, бұрыш, сарымсақ, уксус және де сұйық май қосып, салатымызды араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Енді көкси мури сорпасын дайындайық. Ол үшін алдын ала қайнаған суымызға соя тұздығын саламыз. Содан соң майдалап туралған қызанақ, теркадан өткізілген қияр, уксус, 2 ас қасық қант және де тұз салып, сорпамызды араластырамыз. Міне көкси мури сорпасы дайын. Корей көксиін дайындау үшін бізге осындай көксу деген кеспе қажет. Кез келген Корей дүкендерінде сатады. Бұл кеспені 2-3 минут суда қайнатып аламыз. Енді омлет дайындайық. Ол үшін 3 жұмыртқаға тұз және де сүт салып, жақсылап араластырып, омлетімізді қуырамыз. Шамамен 4 омлет шығады. Омлетіміз дайын болған соң ұзынша етіп тураймыз. Мінекей барлық ингредиенттеріміз дайын болды. Енді үлкен пиалаға салайық. Ең алдымен кеспені саламыз. Содан соң етімізді саламыз. Көкси мури сорпасын құйып, содан кейін салат пен омлетімізді саламыз. Тағамды безендіру үшін кунжут дәндерін себеміз. Мінекей өте дәмді сорпамыз дайын болды. Рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.